Амангелді Садықов Жетісу өңіріндегі үстел теннисінің дамуына үлкен үлес қосқан білікті бапкер. Ол жастарда осы спортқа баулып, шеберлігін шыңдады. Шәкірттер ішінде ұлы Бақыт ел чемпион атанды. Спорт шеберін орындады. Сонымен қатар тағы 10-нан аса оқушысы республикалық біріншіліктердің жүлдесін жеңіп алды. Спорт шеберіне үміткер болды. Амангелді Садықовтың еңбегін ескерген ауылдастары мен туған туыстары облыстық ашық турнирін өткізіп еске алды. Біздің қазақ мемлекетіне еңбек сіңірген осындай адамдар көп болса екен дейміз. Ол кісінің еңбегі деген енді ұлан ғасыр, орысша айтқанда фанат. Бүткіл ауылдың балалары бәрі волейболдан да, теннистен де, футболдан да бәрін тәрбиелеген сондай бір ақкөңіл жан болған. Осы турнирді жалғастыруға біз тырысамыз, ұйымдастырып, бұндай адамдарды көп адамдар оқушыларда көмектесіп жатыр, сондықтан турнир жалғастырамыз деп ойлаймыз. Жарысқа келгендер өзара екі топқа бөлінді. Бірі 60 жасқа дейінгілер, қалғаны одан жоғары жаста кіл мықтыны анықтады. Бұл тізімде спорт шеберіне үміткерлер мен бірінші санаттағы атлеттер жетерлік. Олардың көпшілігі Талдықорған және Ескелді ауданының теннисшілері. Турнир айналмалы жүйе негізінде өтті. Бұл жерде енді өте жақсы ойын өрнегімен бізде Жол жақсы Рамазан деген бар, Дәулет Сайын деген бар. Алдаберген ауылының баласы өзі жаңағы Амангелді ағаның оқушыларының бірі. Амангелді аға өзіміздің өз ауылында өте жақсы дамытқан ғой, Ескелді ауданында. Ескелді ауданында теннис ойнайтын адам өте көп. Облысымызда ондай жоқ шығар. Жарыс қорытындысы бойынша жүлдегерлер мен жеңімпаздар медальдар мен мақтау қағаздар және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Мұндай додалар өңірде жиі ұйымдастырылып тұрса дейді мамандар. Өйткені осындай турнирлер арқылы үстел теннисі дамып, спортшылардың шеберлігі шыңдала түспек. Жарқын Нұрланұлы, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы.